Күнделіклі өмір ташушыларынан шаршадыңыз ба? Кеуілді көтеріп, бір жазылсып күлуді қалайсыз бе? Енді бізде де бір кейінгі уақытлары рекламаларды естіп бастадық. Европа стандартларына сай, Европа стандартларына жауап беретұғын деген товарларды ұсынып бастады. Енді бір сұрауда, біздер қарекең, Европа қаяқта, біздер қаяқта, біздер Европа стандартына масласуымыз шарт екен деп ойлаймын да. Біздердің қарақалпақлардың өздеріміздің стандартымыз бар. Қой, ұятты деген. Енді біздер баламыз оқуға барады, мектепке. Жүда бір той беретіғындай қаражет жоқ, бірақ ұятты деп той береміз ғой біздер. Қой, ұятты, басқалар беріп жатыр. Ұятты деп той береміз. Сөйтіп ағайлар шақырамыз, қоныстар, жақын құрбы-құрдастар, дайыңның құдасы не қып жүр о тойда деймін да. Бөлеңнің және бір заты, қоныстары, мұрындық атаңның армейскилеріне не бар о тойда. Ұятты деп шақырамыз да біздер. Қой, ертең ұятты дейді. Оларам ұятты деп келеді да, оларам. Ұятты деп шақырамыз, оларам ұятты деп келеді, ұятты деп спискіне өтеміз, ұятты деп сарпай жауымыз, оларам ұятты деп нам алып кетеді барып, ұятты деп қыстырамыз. Сонымен қоңышайға барамыз, енді обедтің уақыты, түстіктің уақыты, ашпай отырмыз, бірақ қой, жібермейік ұятты. Олма жемей қалсақ, ұятты жеп отырым. Тым-тырыс отыр, тым-тырыс отырған ұятты, сөйлесіп отырайық. Шоқымаса бермен ұятты. Астелеу ұятты. Адамлардан ұятты дейміз, ол адамлар біздерді ойлауға уақытам жоқ, олардың баса-басы ғой. Бірақ біздер ұяламыз. Біздер өздеріміз үшін киінбейміз біздер. Ұятты деп киінеміз. Сондай. Біреуден, мысалы, 5000 сом керек болып қалады, қалтаңнан бір кезде табылмай қалады, 5000 сом. Сөйтіп, қонысынан сұрауға, яласаңда, ұятты 5000 сом. 50 мың беріп тұр деп сұраймыз, ұятты. 50 мың ұят емес ол. Оның ақшасы бар, бірақ ертең керек ол ақша да. Қонысы сұрамай, бір сұрап кебет, ұятты деп бер жібереді ол. Кейін ертең әкеп беремен деп кетеді, бірақ ертең ар күні 2 күн өтіп жатыр, қонысы сұрауға алады, ұятты өзі әкеп берер деп жүреді. Біздерден бір күн ақша түскен уақытта қой сұрамай тұрып апарып берейін, ұятты. Мұтаж кезде беріп тұрып еді, рахмет деп апарып бермейміз, ұятты деп апарып береміз бізде. Сондай қарекеңнің өзінің стандарты ұятты деген. Денсаулық көтермейді, ішуге болмайды, укол алып жүріппен, бірақ ұятты деп ішеміз бізде. Азмаз отырайық, ұятты кетіп қалғаннан, деп. Сондай көплеп отырса ұятты, отыра бермей қайтайық. Оқуға тапсырамыз, жығылып қаламыз, сөйтіп айтуға ұяламыз жығылып деп. Ұятты дейміз, контракт топ қалым, оқымаймын дейді. Емса, ұятты деп, 2 бал жетпей қалды деп қоямыз. 2 бал жетпей қалғанда. Сондай, егер тосаттан оқуға кіріп кетсек, онда да ұяламыз біздер. Оқуға кіресең, жоғарғы оқу орнына, сөйтіп алда класстастармен зияпатта отырып қаласаң, ғафың бір жерден шықпай қалады. Ауада енді сіздер оқыған. Біздер оқымаған алдың қаласыз. Содан біздер ұялып атамыз. Ұятты деп жасаймыз да біздер. Ұятты деп өліп кететін шығармыз. Шапалақлар болсын, ұятты. Бұндан ары соза берсем зиятты, қысқартайық ұятты дейді ғой. Енді бүгінгі концертімізге, концерт берген өзі той берген дей нәрсе ғой. Бәрі келетін, сол таныстар бәрі де келетін. Бұла тойда мейман болады, концертте де мейман болады дегенде, бүгінгі концертімізге де сол ұятты деп шақырдық, ұятты деп келген шығар. Демек, ортамызға Қарақалпақ эстрадасының ажайып таланты, сондай ықыласпентлері, сондай оның қосығын тыңлаған уақытта бір разы болып қалады да. Эстрадамыз жұлдызы Бахадыр Разымбетов ортаға мәрәттеміз. Мархамат.